Тыңдар, саламатсыздар ма ушулар? Саламатсыздар. Билет саңыздар. Сегізінші. Атар саны аяқталды. Сабақта кім жоқ бұл? Нұрталап қана. Ал, құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа бастамас бұрын 5-ті ережесіне еске алайық. 5-ті ережесі тәртіп, талап, тазалық, тыныштық, татулық. Яғни осы 5 дүние біздің бойымызда болса, яғни біздің сабағымызды артық жақсылап өңдеуге септігін тигізеді. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы доптың бағытын өзгертіп алып жүру және доппен соққы жасау әдістері. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі біз тура бағытта жүріп, кез келген кедергіге тап болса, яғни онда біз жолымызды ары қарай жалғастыруымыз керек деген қалыпты амалы бар. Бұл амал сөзден біздің түсінетініміз, яғни біз тура бағытта алдымызға қандай да бір мақсат қойып, тура бағытта қарап жүретін болсақ, яғни кедергіге тап болса, яғни біздің жолымыздың дұрыс болған, оны жолды ары қарай жалғастырып, біз бұдан да биік жетістіктерге жетуіміз керек. Енді саптағы жаттығуларға кезектереміз. Толық алаңды және баяу жүріп, аяушыларды жүгіріңіз. Арасында қолды сермеп, ауызды жұмып, құлағын тазалап жүріңіз. Арасында қолды сермеп, арабай сақтаймыз. Жүріп, қымыздан қалыпқа келтіреміз. Қол аяқты көтеріп, енді шығарып, қол аяқ сөйлегенде, яғни енді шығарып. Қол direkt қойып, аяқ ұшын жүріңіз. Аяқ ұшын. Арабай сақтаймыз. Аяқ ұшын жүріңіз. Аяқты сыртқы жағына жүріңіз. Аяқты сыртқы жағына жүріңіз. Арабай сақтаймыз. Жаттығу жасаймыз. Көмек ұстап, аяқты сыртқы жағына. Өкшені ұстап, өкшені жүреміз. Ол денімізде кеудені тік ұстап, өкшені жүреміз. Арабай сақтап, өкшені жүреміз. Дұрыс, арабай сақтап. Болды. Елге қойып, 10 минут жүреміз. 10 минут. Арабай сақтаймыз. Сол минут басамыз. Енді қазір жүріп. Жаттығуларға кезеңдереміз. Енді бір орындағы жаттығуларға кезеңдереміз. Арабай сақтап, аяқты арабай сақтап. Ол жерімізде бұл сақталған жаттығулардың маңыздылығын, яғни кез келген жүргізу сабағында кем келген қауіпсіздігіне біз қатаң мән беруіміз керек.
bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Sol belimizde yeni belleri yapıyoruz. Kevdenin üstü belleri yapıyoruz. Orta olarak 3, 4 sola ayırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Beş adım. Yani bizim bugünkü sabahımızın bulduğundan biz ayağımız iki kolda dizi koyarız. Sizin ayaklar aşağı hasat ayaklarınız dizinin bileğini işleyerek 3-4 saplarını ayarlarız. Yazın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Size böyle diyeceğiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Geri çarpın. Sol ayak sol beline koyun, sol ayak dörtüne, ayak bastırıp sol ayakla dörtüne çekeriz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Geri çarpın. Bir de ayakta kolumuz var. Gerçek ayakımızda 4-5 sokuş asayımız, o gözde ayağımızda altına başlık, ayakta kolumuz var. O ayakta basarız, ayakta koluyla aynı ayakta şişirmeyi tutalım, ayakta koluyla aynı ayakta. Kazarız mı? 1, 2, 3, 4. Keresine bozdur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yattım ayaklarında. Bastar saklamamız. Ara baş saklayabiliyor musun? Solda. Yedi bunga sabahımızın negizgi bölümünde ötüyoruz. Yani doktor sabahmasında ayırıyoruz. Doktor aklımız doktor bağım özgürlük alın жүру және doktor соққы жасау әдістері. Yani сол әдістерді жасамас бұрын біз дайын. Yani денемізді бұлар кезіп сатыда жатып жасайтын боламыз. Одан кейін кедергілерді долларды қойдырып боламыз. Енді осы жаттығуға көтереміз. Бірінші көтеріп бастаймыз. Сатымен басымен бірақ келесі сатып ауысып жаттығуға аяқтаймыз. Бастаймыз. Балалар өздері көріп тұрсыңдар, жаңа тұрған кедергілердің арасынан допты алып өту. Яғни, міне қалай? Допты аяқтың ішкі жағымен, немесе сыртымен алып жүріп, кедергіге тигізбей, алып өту әдісін орындайтын боламыз қазір. Балалар біздің келесі жаттығуымыз доппен кедергілерден өту. Яғни, допты аяқтың астында ұстап, кедергілердің арасымен иеленіп өтіп, келесі бетке өтіп, сол жаттығуды қайталап келіп орнымызға отырамыз. Мен қазір нешісін көрсететін боламын, ана бір кедергіге өту. Ары Allah жазар болады. Допта аяқ қасына ұстап жүріңдер. Келесі аяқ ауыстырып. Жаттығуды осылай пайдалана аламыз. Ал, өз жасайық. Біраз допта аяқ қасына кедергілерді көңілге жеткізсе, келесі аяқ. Келесі аяқ. Астына допта аяқ қасына ұстап.
әдісте балалар допты аяқтың ішкі бетімен тебу көрсетілген. Яғни допты мына бірінші суретте допты аяқтың астымен алып келіп, мына допты аяқтың ішкі бетімен тебу әдісі көрсетілген. Балалар допты аяқтың сыртқы жағымен тебу әдісі көрсетілген. Яғни допты алып келе жатып, допты аяқтың сыртқы бөлігімен тебу әдісі көрсетілген суретте. Балалар келесі әдісіміз допты аяқтың сыртқы бөлігімен тебу. Сөйтіп қоя аяқтың сыртқы бөлігі, яғни допты сыртқы бөлігімен қабаттаймыз. Балалар допты аяқтың ұшымен тебу әдісі көрсетілген. Яғни доптың аяқтың ұшымен тебеміз. Допты тура бағытта тебеміз. Келесі әдіс допты аяқтың ұшымен тебу. Допты аяқтың ұшымен тебеміз. Екі жақта ойын қылып, осы сабақ барысында үйренген әдіс тәсілдерімізді ойын барысында жасап көреміз. Бірінші екінші сабақ. Екінші нөмір балалар келіп аяқталды. Алайда балалар сабақ барысында үйренген әдіс тәсілдерімізді ойын барысында көре боламыз. Екі жақта ойын қылып, ойынды көре боламыз. Екілер ойнап алғашып, екілер алақаны арғы жасына Қақпашылар қақпаға өтті. Қақпашылар келді. Айнызға елді жаңа сабақ барысындағы әдістерді пайдалануымызға допты беріп қақпаға бағыттаймыз. Өткен тақырыпты, яғни допты бағытын өзгертіп алып жүру, және допты қақпаға соғу әдісі өтті. Енді ойға алған кез келген істі ынта жігермен жүзеге асыруға болады екен. Яғни бұл деген сөз не деген сөз деп қалдырған? Осы даналық сөзде не ой түйді? Кім айтады? Айтады. Ойдың жақсысы болады, жаманы болады. Бірақ біз жақсы жақпен ойлап, мектеп қабырғасынан бастап ынта жігерімізбен ойға алған мақсатымызды іске асыруға. Дұрыс. Енді ынта жігерді жұмылдыру деген. Айттым жаңа сөзде ынта жігерді жұмылдыру деген қалай түсесіздер? Кім біледі? Айта алады. Ынта жігерді жұмылдыру деген сөз, яғни біз бірлік бар жерде тірлік бар деді. Яғни біз бірлікпен, сынып болып бірлікпен осы жаттығуды алып шығатын болсақ, яғни ынта жігерді жұмылдырсақ, біз алайдан қамал жоқ. Яғни біз діттеген мақсатымызға жетуге болады. Балалар бүгінгі сабақтан үйренген әдістерімізді, бүгінгі сабақтағы қасиеттерді біз өнер бойымызға сіңіріп, яғни жадымызда сақтауымыз керек.
бүгінгі сабақта өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Балдар жақсы әдістерді орындады. Берде жақсы орындаған адамдармен Санжа, Алихан, қалғандар, яғни осы әдістерді кейінгі сабақ барысында жетілдіруіміз керек. Жалпы сабақты жаттығу жақсы бағалаймын. Сауалдар бар.